Так, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің үйренетін тақырыбымыз киімдер жайында. Бұл киімдер жайында әлі талай басқа да көп сөздер үйренеміз. Менің каналыма жазылып, менің видеоларымды қарап отырсаңыздар, бірнеше сөздерді оқуды аудармасымен үйренетін боласыздар. Dress, көйлек, жалпы көйлек, dress, evening dress, кешкі көйлек, evening, кеш. Party dress, party dress. Бұл вечеринкаға арналған көйлек. Sunday dress, Sunday dress. Sunday деген жексенбі. Яғни бізде жұма күні, мысалы бізде ерекше болып саналса, оларда жексенбі ерекше болып саналады. Жексенбі күні ең әдемі, ең нарядный, серьезный көйлектерін осы жексенбі күні киіп, церковьтарға барады. Келесі бізде two-piece dress. Two-piece dress. Two, екі, piece бізде бұл бөлшек. Яғни екі бөлшектен тұратын көйлек. Two-piece dress деп аталады. House dress. House dress. Яғни house бізде үй, dress көйлек. House dress үй көйлегі. Бұны бізде халат деп атаймыз. Skirt. Skirt. Юбка. Жалпы юбка. Long skirt. Long skirt. Яғни ұзын юбка. Long, ұзын. Short skirt. Қысқа юбка. Narrow skirt. Narrow skirt. Яғни тар юбка. Narrow, тар дегенді білдіреді. Wide skirt. Wide skirt. Өзі wide skirt. Айтылып тұрғаның өзі кең болып тұр бізге. Сол сияқты бұл кең тұратын юбкалар болады ғой. Осыларды біз wide skirt деп атаймыз.